Баршаларыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жұмсақ әрі дәмді болып шығатын, оңай жасалынатын булочканың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде рецепт сақтап алып, жасап көруге кеңес беремін. Және менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен бір жұмыртқамызға шекерімізді салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Біздің жұмыртқамыз бен шекеріміз араласқаннан соң, оның үстіне жылы сүт қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Құрғақ дрожжымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Массамыз әбден араласқаннан соң жылы суымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің сұйық массамыз дайын болды. Енді оның үстіне ұнымызды салып, лопатканың көмегімен басын біріктіріп аламыз. Дайын болған қамырымыздың үстіне 2 ас қасықтай сұйық май қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты жұмсақ болудың қажеті жоқ. Осылай қолға жабыспайтындай болса жеткілікті. Бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай көтерілді. Енді оны бірнеше бөлікке бөлетін боламыз. Келесі кезекте осы бөлінген қамырларымызды осылай аз ғана ұн сеуіп оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Өте қатты жұқа қылудың қажеті жоқ, орташа қалыңдықта жайсаңыздар жеткілікті. Барлығын осылай жайып болғаннан соң жандарын дәл видеодағыдай етіп кесіп, ортасына аз ғана шекер себеміз. Содан соң осы видеода көрсетілгендей етіп, орап, булочканың формасын шығарамыз. Қамырымыздың барлығынан дәл осындай форма шығарып болғаннан соң арнайы осындай ыдысымызға салып, барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Барлығын салып болғаннан соң бетін жауып, 10-15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Тағы да біздің қамырымыз аз ғана көтерілуі қажет. Енді осы булочкамыздың бетіне жұмыртқамыздың сарыуызын жағамыз. Алдын ала қызып тұрған печкеде 170 градуста 25-30 минутта көтеріліп қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай булочкамыз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік, сондай дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет достар.